барлығына жалынды сәлем. Бүгін біздің мектебімізде ерекше күн. Бүгін бізде қазақ әдебиеті мен қазақ тілі пәнінің ұстазы, сонымен қатар осы жерде көп жылдар бойы аянбай еңбек етіп, талай шәкірттеріне білім беріп қана қоймай, сонымен қатар тәрбие берген Алла Қабдылманқызының туған күні. Осыған орай біз осы мектептің оқушыларынан және оның әріптестерінен сұхбат алуды жөн көрдік. Ал ендеше біз бастаймыз. Алла Влад, как вы думаете, какой учитель Алла Кабдылмановна? Да, Алла Кабдылмановна мастер своего дела. Более 40 лет проработала в нашей школе. После университета Шухана Алихановна пришла. Это человек неравнодушный, с активной гражданской позицией. Очень сильный языковед. Воспитала много призеров различных конкурсов, олимпиад. Очень умная, интересная. Я бы еще хотела, может, добавить, мы с ней рука об руку работали. Когда-то я была завучем вместе с ней, друзья, мы дружим, подруга. Она очень интересная, веселая, заводная. Она очень много читает, много знает. Это человек, который молод душой, который любит свою работу и никогда не пройдет мимо. Вот она в том отношении, что ее все интересует. Она молода, энергична, интеллектуальная очень девушка. Пожелаю Алле Кабдылмановне всего самого наилучшего, здоровья, процветания. И чтобы многие-многие годы вы еще радовали своими учениками, призерами вашей семье. Всего самого-самого лучшего. Кстати, она из семьи педагогов, все известные учителя. И я думаю, что это семья Долдиных, это известно, это когорта, можно сказать, и великих учителей. Сізге бұл мұғалімнің сабақтары несімен ұнайды? Ол кісі эмоционалды болуы. Себебі ол кісі, когда бізге сабақ береді, ол кісі ерікті түрде бәрін түсіндіреді, бізге доступный түрде түсіндіреді. Ол кісінің эмоционалды болуы, ол кісі қайта сол тақырыптың атмосферасын бізге сол арқылы береді. Соны біз оны ұстап алып, қайта бір қызықты не болады, сабақ ерікті түрде өтеді, сол айтқаны. Яғни қиын терминдерді қолданбай, ол нақты толық ашады. Келесі сұрақ, оның сабақ беру стилін қалай сипаттайсыз? Ол кісінің сабақ беру стилі өте қарапайым түрде өтіп, жаңа айтып кеткендей, ол кісі жаңа сен айтып тұрғандай қиын терминдер қолданбайды. Өз еркімен, қарапайым, саған түсінікті қылып бәрін береді. Қалай болады? Еркін түрдегі стиль. Дұрыс. Алла Кабдылмановнаның қандай қасиетін ерекше бағалайсыз? Ол кісінің эмоционалды болуы. Себебі басқа мұғалімдер, кейбір мұғалімдер тақырыпты дұрыстап түсінсе де, өздері басқа балаға бере алмайды. Бере алса да, ол бала оны ұстай алмайды, себебі ол кісі дұрыстап қайта эмоциямен, андай қарқынмен осы түсіндіре алмайды. Ал кісіде барлығы бар. Мысалы, эмоционалды болуында әрбір теманы қандай тақырып болмасын, өзінің ойларын ол эмоция арқылы беруі бізге өте еркін түрде қабылданады біз үшін. Соны айтамын. Керемет жауап, рахмет екен. Алла Кабдылмановнаны үш сөзбен сипаттаңыз. Алла Кабдылмановна өте қамқор ана және өте керемет әже. Келесі, ол кісі өз ішінің шебері, себебі ол кісі өзінің жұмысына өте үлкен жауапкершілікпен қарайды. Үшіншісі, ол оқығаны тоқығаны мол, сөзі тартар адам, яғни ол кісімен сөйлескен өте қызық. Толықтай келісемін. Сіздің есіңізде қандай қызықты немесе әсерлі оқиға қалды? Менің есімде қалғаны Алла Кабдылмановна мен олимпиадаға барған кездер есімде қалды. Ол кісі әлі күнге дейін айтып жүреді. Мен 10-шы сыныпта оқып жүргенде мен ұйықтап қалдым олимпиадаға. И олар мені тастап кетті. Мен бірақ ол кезде жолға шығып көрмеген, попуткалатып, ат арбаға мініп, жаяулап, жалпылап, сол олимпиадаға қатысуға рұқсат берді. Маған жалпы өзімнің осы бүгінгі таңда мұғалім болуыма өте үлкен септігін тигізген адамдардың бірі деп айта аламын. Керемет жауап. Жас мұғалімдерге ол қандай үлгі-өнеге көрсетті? Жалпы жас мұғалімдерге Алла Кабдылмановнадан көп нәрсені үйренуге болады деп ойлаймын. Ең бірінші, білімге әрқашан құштар болу. Яғни көп оқу, жан-жақты болу. Тек қана біздің қазіргі
білім ғылым саласы да соны талап етіп жатыр ғой. Яғни біз тек қана қазақ тілі мұғалімі емес, сонымен қатар географ та болу керекпіз, физик та болу керекпіз, химик та болу керекпіз деген сияқты жан жақты болуға үйренуге болады Алла Тағаладан. Сосын ештеңеден, ол кісі жеке менің өзімді ештеңеден қорықпауға үйретті. Үнемі айтатыны, сен жассың, саған қатысу керек, саған істеу керек, сенің қолыңнан келеді деп осындай былай жігерленіп отыратын адамдардың бірі. Және екіншіден, ол кісі өз жұмысыңды абыроймен атқару керек. Яғни үйде де, түзде де, ұжымда да, достарымен да, қонақта да, қай жерде болсаң да, әр жерде абыройлы болуға үйретеді деп ойлаймын. Үлкен сізге рахмет, сондай жақсы жауап бергеніңіз үшін. Оқасы жоқ. Енді соңғы сұрақ қалды. Ол жалпы сіз Алла Тағаланың жалпы не тілейсіз оған? Ең бірінші мен тілейтін денсаулық, себебі денсаулық ол адамға берілген ең бірінші бақыт деп ойлаймын. Екіншіден мен ол кісіге енді ұзақ ғұмыр тілеймін. Әрқашан осылай көңілді, қандай қиындық болса да ешқашан ешкімге білдірмейтін сондай мықты адам болып қала берсін деп ойлаймын. Және осылай ата-аналарға, жалпы ауылымызға, дос-туғандарына, әріптестеріне, оқушыларына сыйлы болсын. Енді өзі де сыйлы ғой, одан да бетер сыйлы болып қала беруін тілеймін. Және мынау аялап жүрген кішкентай немересі Ахметтің қызығын көрсін, ертең соның мектеп бітіргенін, бастауышпен қоштасқанын, жалпы Ахметтің кез келген бақытты шақтарында әжесі қасында болуын тілеймін. Алла мұғалімнің қандай қасиетін өзіңізге алғыңыз келеді? Ол кісінің маған сөз байлауы өте қатты ұнайды. Өйткені оның сөздері өте мағыналы, көркі, мәдениетті болып сөйлейді. Егер оны бір сөзбен сипаттасаңыз, ол қандай сөз болады? Алла Тағаланы бір сөзбен сипаттауға болмайды деп ойлаймын. Өйткені ол кісі бәлен жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан адам, қасымызда жүре берген. Сондықтан жан жақты деген сөзбен сипаттаймын деп ойлаймын. Соңғы сұрақ үшінші, оған қандай тілек тілейсіз? Туған күніне орай. Ең бастысы Алла Тағаланы туған күнімен құттықтаймын. Сіз әрқашанда біздің қасымызда жүре беріңіз, 100 жасаңыз, және де сіздің сабақтарыңыз өте маған қатты ұнайды. Рахмет үлкен жауаптарыңыз үшін. Рахмет. Алла Тағаланы қанша жылдан бері білесіз? Мен Алла Тағаланы 2007 жылдан бері білемін. Ұжымға қандай үлес қосты? Алла Тағаланы біздің ұжымның қасқыр деп айтуға болады. Көп үлес қосты. Оның ең ерекше қасиеті қандай? Негізі Алла Тағаланың жақсы қасиеттері көп, өте ақылды, жан жақты. Ол кісімен өте әртүрлі тақырыппен, әртүрлі сұрақтарға жауап бере алады, сөйлесуге болады. Қазіргі уақытта мен ойлаймын, ол кісі апа ретінде сияқты күшті болады. Алла Тағаланы қандай тілек тілейсіз? Тілек? Ең біріншіден Алла Тағаланың денсаулығы зор болсын, ауырмасын. Әрқашанда балалардың, немелердің қуанышына қуанып жүре берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Өзім өнер тілеймін, өзімнің отбасыма, балаларыма, сол тілекті Алла Тағалаға. Күшті жауап, рахмет үлкен сізге. Алла Тағаланың қандай мұғалім? Алла Тағала туралы айтсақ, кішкене айтуға болады. Себебі оның бойында көптеген қасиеттері бар. Келесі сұрақ, сізге ең көп көмектескен кезі болды ма? Тәжірибеден көмектесіп, көптеген олимпиадаларға көмектестім. Оның сабағында болған ең қызықты жағдай болды. Мысалы, белгілі бір күлкілі жағдай болсын, деген сияқты. Біз класста үй тапсырмасын көшіріп жатқанда резко кіріп қалдық та біз бүкіліміз спалились. Жақсы, керемет жауап. Үлкен рахмет.